студенттер, құрметті магистранттар, докторанттар, ата-аналар, ұстаздар. Сіздер отырған қара шаңырақта бүгінгі күні диплом алу мен үшін, сіздер үшін де бұл үлкен бір ғанибет деп есептеймін. Өйткені бұл жерде академия Букеттің ізі қалған шаңырақта отырсыздар. Бұл шаңырақта тарихтың талай тағылымы болған шаңырақта диплом алып отырсыздар. Әрине, тәуелсіздік кезіндегі диплом алу менен кешегі мен бітірген 74 жылдағы диплом алудың арасындағы 48 жылдың үлкен айырмашылығы бар. Өйткені балалар, сіздер тәуелсіз елдің баласысыңдар. Ешкімге жалтақтамай өз тарихын оқыған, өз тарихын тағылымдаған, кешегі Алаштың арманы орындалған заманда диплом алу дегеніңіз сіздің өміріңіз үшін бұл ақ жол болып саналады. Екіншіден, тарих факультетінің ұстаздары бүкіл білімін, бүкіл тәрбиесін қалай болғанда сіздерге жандарыңызға берді, бөледі. Алмай қалған дүниелеріңіз болса, оны өздеріңіз іздейсіздер, табасыңыздар. Өйткені сіздерге барлық жағдай жасалып отыр. Кешегі арға барғанда сақтар емес, бер жағындағы ұлы түрік империясының ұрпағы, бүкіл түрік әлемі бүгінгіні қазақты мойындаған кезде сіздер диплом алып отырсыздар. Сондықтан сіздерге артатын біздің үлкен арманымыз бар, үмітіміз бар. Өзінің туған факультетінің атына кір келтірмей, ұлттық құндылықтар негізделген тәрбие мен білімді мұғалімдерді сыйлайтын ұрпақ тәрбиелейді деп. Өйткені бүгінгі күні мұғалімнің статусы өте жоғары көтерілді. Олай болса, Алашаштың баласы жиналған жерде төрдегі орны сіздердік екендерін ұмытпаңыздар. Мен соны тілеймін сіздерге. Туған факультетін өзінің анасындай қадірлейтін алдындағы аталған атақты ғалымдардың, қызметкерлердің жолынан сіздердің ешқандай кем емессіздер. Бәрі сіздерге жасалды. Өйткені бүгін біздің ортамызда қашықтықта оқып білім алған ұстаздар отыр. Сондықтан сіздер ендігі жерде сол алған білімді ары қарай толықтырыңыздар. Ал қасында жүріп, 4 жыл бірге жүрген отырған балапандарға, магистранттарға сендерге қарап, мен сендердің қалай оқып бітіріп қалды деп ойлап тұрмын. Өйткені заман дегеніңіз жылжып өтіп жатыр. Осы заманның көшінен құр қалып қалмау үшін не болу керек? Елге қызмет жасау білімнен емес мінезден. Жүрегімен отаныңды сүйіңдер, қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Айналып туған үйге келіп тұрыңдар. Қош болыңдар.